Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Алматыға келген күні Айсәуле бірден түсінді. Бұл қала ешкімді күтпейді. Таңертең пойыздан түскен сәттен бастап, бәрі жылдам жүріп жатты. Такси, кептеліс, бейтаныс көшелер. Қалтасында соңғы 70 000 теңге. Қолында бір чемодан. Артында жетімдер үйінің суық қабырғалары. Бүгін кешке дейін пәтер таппаса, қонақ үйге ақша жетпейді. Үшінші хабарландыруға барған кезде ғана үміті жылт етті. Қала шетінде емес, бағасы да арзан. Үй үлкен, 3 бөлмелі. Есікті орта жастағы әйел ашты. «Бір бөлме бос, бірақ жалғыз тұрмайсыз», деді ол бірден. «Қалай?» деді Айсәуле абайлап. «Тағы бір жігіт тұрады, өз бөлмесінде. Тыныш, жұмыста жүреді көбіне». Айсәуле ойланып қалды. Таңдау жоқ. «Келісемін», деді ол қысқа ғана. Кешкі 8-де чемоданын сүйретіп, жаңа үйдің есігін ашқанда, іштен ыдыс сылдыр естілді. Ас үйде біреу бар. Айсәуле бір сәтке тоқтап қалды. Бейтаныс үй, бейтаныс адам. Ас үйге кіргенде стелле отырған жігіт басын көтерді. Қара шаш, қатты, суық көзқарас. 25-тен 26-ға дейін шамасында. «Сен жаңа квартирансың ба?» деді ол бейтарап үнмен. «Иә, Айсәуле». «Арман». Қол алыспады, тек қысқа көзқарас. «Ережелер қарапайым», деді Арман. «Ас үй таза болсын, шу жоқ, қонақ жоқ». «Мен де сондай талап қоямын», деді Айсәуле суықтау. Бірінші минуттан-ақ мінездері қақтығысты. Түн ортасына қарай күтпеген жағдай болды. Сағат 12:30-да жарық өшіп қалды. Бүкіл үй қараңғы. Айсәуле бөлмесінен шыққанда дәлізде біреу телефон шамын жағып тұр екен. Арман. «Сен бе?» деді ол. «Иә, қорқып кеттім бе?» деді жігіт жеңіл мысқылмен. «Жоқ, сыртта жаңбыр құйып тұр». Терезеден найзағай жарқ етті. «Автомат түсіп кеткен сияқты», деді Арман. «Жертөлеге түсу керек». «Жалғыз түспейсің», деді Айсәуле күтпеген жерден. Екеуі бірге төмен түсті. Жертөле суық, дымқыл. Найзағай жарқ еткен сайын қабырғадағы көлеңкелері қозғалып тұрғандай. Арман қалқанды ашып автоматты көтерді. Жарық қайта жанды. Сол сәтте Айсәуленің көзі оның білегіне түсті. Ескі, көгерген білезік. Үстінде нөмір. Ол қатып қалды. «Бұл қайдан?» деді ол еріксіз. Арман жеңін тез түсіріп жіберді. «Ескі нәрсе, балалық шақтан». «Жетімдер үйінен бе?» Арман көзін тіке қадады. «Иә, қайдан білдің?» Айсәуле үнсіз қалды. Жүрегі тарсылдап кетті. Өйткені дәл сондай нөмірлі білезік оның чемоданының түбінде жатыр. Сол жетімдер үйінің белгісі. Жертөледен шыққанда екеуінің арасындағы ауа өзгерген еді. «Сен де солайсың ба?» деді Арман баяу. Айсәуле басын изеді. «Иә, бірақ мен Шымкенттегі үйде өстім». Арман сәл ойланып. «Мен де», деді. Үнсіздік. Жаңбыр дыбысы. «Қай жылдары?» деді Айсәуле. Арман жауап берер алдында найзағай тағы жарқ етті. 2008-ден 2012-ге дейін, деді ол. Айсәуленің тынысы тарылды. Себебі 2010 жылы сол үйде үлкен өрт болған. Ал ол өрттен кейін кей балалар басқа филиалдарға жіберілген. Айсәуле солардың бірі еді. «Өртті есіне аласың ба?» деді ол сыбырлап. Арманның көзі күрт өзгерді. «Иә», деді ол баяу. «Мен сол түні бір кішкентай қызды іздедім. Ол жоғалып кеткен». Айсәуленің денесі мұздап кетті. «Неге іздедің?» Өйткені Арман сөзін жұтып қойды. «Мен оны тастап кеткен едім». Үнсіздік. Жарық жанып тұр, бірақ екеуінің арасындағы өткен шақ қараңғы болып қалды. Айсәуле бөлмесіне кіріп чемоданын ашты. Түбінен шаң басқан кішкентай білезікті алып шықты. Нөмір. 1274. Жертөледе көрген нөмірге ұқсас. Ол сыбырлады. «Мүмкін емес». Ал сол сәтте дәлізде Арман да өз білезігін шешіп нөміріне қарады. 1273. Бір ғана сан айырмашылық. Қабырға ар жағында екі жүрек өткеннің дыбысын қайта ести бастаған еді. Түн екеуіне де ұйқы бермеді. Айсәуле таңғы 4-ке дейін білезікті қолынан түсірмей отырды.
1274. Қабырға ар жағында Арман да ояу екенін сезіп тұрды. Үй тыныш, бірақ өткеннің дыбысы құлақта. Таңертең асиде алғаш рет үнсіз емес, ауыр тыныштық орнады. Кеше айтқан өрт, деді Айсәуле кофе құйып жатып. Қай корпус? Арман бір сәт кідірді. Ескі жатақхана, 2-ші қабат. Айсәуленің қолы дір етті, өйткені ол дәл сол жерде тұрған. Сен ол қызды қайдан білдің? Деді ол тура қарап. Арман егін қысып алды. Ол үнемі жалғыз жүретін, ешкіммен көп араласпайтын. Бірде аулада құлап қалған. Мен көтеріп апарғамын, содан сөйлесіп кеттік. Айсәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол расында да аулада құлап, тізесін жарақаттаған. Бір бала көтеріп апарған. Бірақ оның жүзін есіне түсіре алмайтын. Есімі? Деді ол. Арман қабағын тиді. Айжан ба еді? Жоқ, Айсәуле сияқты. Асидегі ауа қалындап кетті. Айсәуле үндемеді, бірақ көзінен бәрі көрініп тұрды. Сен, деді Арман баяу. Қай бөлмеде тұрдың? 214. Арман орнынан атып тұрды. Мен 213-те едім. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Бұл жай сәйкестік емес еді. Күндіз Айсәуле жұмысқа кетті. Ол шағын заң кеңсесіне хатшы болып орналасқан. Бірақ бүгін қағаздарға қарай алмады. Түскі үзілісте ол ескі интернет форумдарды ақтара бастады. Шымкент жетімдер үйі өрт 2010 деп терді. Бір ғана қысқа жаңалық шықты. Өрт себебі электр сымдарының тұйықталуы. Зардап шеккендер саны нақты көрсетілмеген. Бірнеше бала басқа филиалдарға ауыстырылды деген жол бар. Тізім жоқ. Айсәуле ішінен бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді. Кешке үйге келгенде Арман диванда отыр екен. Қолында ескі папка. Мен де қарап шықтым, деді ол сөз бастамай. Өрт туралы дерек аз. Саған неге маңызды? Деді Айсәуле. Арман бір сәт ойланып қалды. Себебі сол түні біреу есікті сыртынан бекітіп кеткен. Айсәуле селгетті. Қалай? Мен дәлізге шыққанда түтін қаптап тұрды. Ал эвакуация есігі ашылмай қалды. Мен терезеден секірдім, бірақ бір қыз іште қалды. Айсәуле демін ішіне тартты. Мені бір тәрбиеші шығарып алған, бірақ есімде жоқ. Тек біреу айқайлағаны есімде. Арман көзін тайдырды. Мен айқайладым. Үнсіздік. Бұл жолы екеуі бір шындықтың ортасында тұрғандарын сезді. Кешкі ас кезінде күтпеген нәрсе болды. Есіктің қоңырауы соғылды. Арман ашты. Есіктің алдында 50-ден 55 жасқа дейін жастағы әйел тұрды. Қатты шашаған жүз, бірақ көздері таныс сияқты. Арман, деді ол баяу. Арман қатты өзгеріп кетті. Сіз? Айсәуле дәлізге шықты. Әйелі оны көргенде өңі қашты. Сендер бірге тұрасыңдар ма? Иә, деді Арман қысқа. Әйелдің ерні дірілдеді. Мүмкін емес. Сіз кімсіз? Деді Айсәуле. Әйел көзін тайдырып. Мен сол жетімдер үйінде тәрбиеші едім. Асидегі ауа тағы ауырлады. Арман тік қарап тұрды. Неге келдіңіз? Әйелдің даусы сыбырға айналды. Өйткені сендер бір-біріңді кездестірмеулерің керек еді. Айсәуле жүрегінің соққанын естіді. Неге? Әйел көз жасын тыя алмай. Кейбір құжаттар жойылған, кейбір балалардың тағдыры өзгертілген. Өрт жай ғана апат емес еді. Арман бір қадам алға шықты. Нені білесіз? Әйел басын шайқады. Мен тек бір нәрсені айта аламын. 1273 пен 1274 нөмірлері қатар тіркелген. Сендер бір күнде келгенсіңдер. Айсәуле мен Арман бір-біріне қарады. Бірақ, деді әйел, сол күні сендерді бөлек тізімге енгізген. Қандай тізімге? Деді Арман қатқыл. Әйел жауап бермеді. Мен көп айта алмаймын, бірақ абай болыңдар. Ол бір от кетіп қалды. Есікті жапқан соң үйдің іші тым-тыныш болып қалды. Кездеспеу керек еді дегені не? Деді Айсәуле. Арман қабырғаға сүйеніп тұрды. Біреу біздің тарихымызды өзгерткен. Айсәуле сыбырлады. Немесе біз бір нәрсені есімізге түсірмеуіміз керек.
Сол сәтте Арманның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Өткенді қазба. Бұл екеуіне де қауіпті. Арман экранды Айсәулеге көрсетті. Екеуінің де бойынан суық жүріп өтті. Біреу олардың қайта кездескенін біліп қойған еді. Таңғы сағат 7. Айсәуле оянғанда үй іші тым-тыныш еді. Кеше келген хабарлама миынан кетпей тұр. Өткенді қазба. Бұл екеуіне де қауіпті. Ол асеге шыққанда Арман жоқ. Кек үстелге бір қағаз жатыр. Жұмысқа ерте кеттім. Кешке сөйлесеміз. Айсәуле қағазды умаждап тастады. Кешке емес, қазір. Жұмысқа барған соң ол алғаш рет заң кеңсесінің мүмкіндігін пайдаланбақ болды. Кеңседе архив бөлімі бар. Көбі назар аудармайтын ескі құжаттар. Түскі үзілісте ол компьютерге отырды. Шымкент балалар үйі, 2010 тіркеу журналы, деп іздеді. Алғашында ештеңе шықпады. Бірақ ішкі базаға кіргенде бір сканерленген папка табылды. Төтенше жағдай, эвакуация тізімі. Айсәуле файлды ашқанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Тізім 2-ге бөлінген. Бірінші, ресми эвакуацияланған балалар. Екінші, уақытша ауыстырылғандар. Екінші бөлім құпия кодпен белгіленген. 1273 АМ. 1274 АА. Фамилиялары қысқартылған. Айсәуле экранға қадалып қалды. Оның ресми фамилиясы Әлиева. Арман өзін Мұратов деп таныстырған. Бірақ тізімде тек инициал. Ол төмен қарай сырғытты. Құжаттың соңында бір қолтаңба бар. Директор С. Қалиев. Бұл есім оған таныс емес, бірақ интернетке тергенде демі тоқтап қала жаздады. Серік Қалиев қазіргі таңда қаладағы ірі құрылыс компаниясының басшысы. Компания атауы Қала Инвест Групп. Ал олардың пәтері дәл сол компания салған тұрғын үй кешенінде орналасқан. Айсәуленің арқасынан суық тер ақты. Сол сәтте оның телефоны шыр етті. Бейтаныс нөмір. Алло? Тыныштық. Сосын баяу ер адамның даусы. Сен бүгін архивке кірдің. Айсәуленің тамағы құрғап кетті. Қателестіңіз. 1274. Тоқта, әйтпесе кеш болады. Қоңырау үзіліп кетті. Ол орнынан атып тұрды. Кеңседегі компьютерге қайта қарады. Файл жоғалып кеткен. Жаңа ғана ашылған папка бос тұр. Кешке үйге жеткенде есік сәл ашық екен. Айсәуле жүрегін ұстап ішке кірді. Дәлізде еденге шашылған қағаздар. Арман бөлмеден шықты. Қабағы көгерген. Біреу кірген, деді ол қысқа. Не? Бөлмемді ақтарған, білезігімді іздеген сияқты. Айсәуле өз бөлмесіне жүгірді. Чемодан ашық. 1274 білезігі жоқ. Ол қабырғаға сүйеніп қалды. Менде де жоқ. Арман тістеніп тұр. Бұл жай сәйкестік емес. Бүгін мен архивтен тізім таптым, деді Айсәуле жылдам. Біз уақытша ауыстырылғандар бөлімінде тұрмыз. Арман көзін сығырайтты. Яғни бізді әдейі бөлек тіркеген. Неге? Айсәуле сыбырлады. Мүмкін сатылған балалар тізімі болған шығар. Үнсіздік. Сол сәтте Арман бір нәрсені есіне түсіргендей болды. Өрттен бір апта бұрын директор мен бір ер адам түнде сөйлесіп тұрған. Мен естідім. 2 бала дайын деген сөзді айтқан. Айсәуле жүрегін ұстап қалды. Қандай 2 бала? Арман баяу айтты. 1273 пен 1274. Екеуі бір мезетте бір-біріне қарады. Тыныс ауыр. Бізді біреу сатып алмақ болған, деді Айсәуле. Ал өрт жоспарды бұзды, деді Арман. Сол сәтте есіктің қоңырауы қатты соғылды. Екеуі селк етті. Арман есікке жақындады. Кім? Сырттан таныс дауыс. Полиция, есікті ашыңыз. Айсәуле мен Арман бір-біріне қарады. Арман есікті ашты. 2 учаскелік тұр. Сіздерге шағым түсті, деді бірі. Көршілер күдікті әрекеттер байқаған. Қандай әрекет? Деді Арман ашуланып. Полицейдің көзі бөлмеге жүгірді. Біз тексеру жүргіземіз. Айсәуле түсінді. Біреу оларды бақылап отыр. Және енді қысым басталды. Полицейлер кеткен соң үйдің іші одан сайын тарылып кеткендей болды. Біз тоқтамаймыз, деді Арман қатты. Енді керісінше терең қазамыз.
Айсәуле оның көзіне қарады. Қорқыныш бар. Бірақ одан күштісі ашу. Ертем Шымкентке барамыз, деді ол. Ескі ғимаратты өз көзімізбен көреміз. Сол сәтте Арманның телефоны тағы жанды. Бұл жолы фото келді. Ескі киген ғимараттың суреті. Төменде бір ғана жазу. Кей шындық, жер астында көмілі. Екеуі үнсіз қалды. Олар енді жай ғана өткенде емес, біреудің әлі де жұмыс істеп тұрған жүйесін қозғап жатқанын түсінді. Шымкентке пойызбен жеткенше екеуі бір ауыз артық сөз айтпады. Түнгі вагон. Терезеден жылтылдаған шамдар. Айсәуле телефондағы киген ғимараттың суретін қайта-қайта ашып қарай берді. Бұл кеше жіберілген фото, деді ол сыбырлап. Демек біреу әлі де сол жерге барып жүр. Арман қысқа ғана. Немесе сол жерден бақылап отыр. Таңертең олар бұрынғы жетімдер үйінің орнына жетті. Ғимарат жартылай сүрілген. Терезелері жоқ. Қабырғалары киген ізбен қарайып тұр. Аула бос. Бірақ ішке кіретін темір қақпа ашық. Жабық болуы керек еді, деді Айсәуле. Біреу кіріп жүрген, деді Арман. Олар ішке өтті. Еденде сынған әйнек, киген ағаш иісі әлі сезіледі. Дәлізге кірген сәтте Айсәуленің жүрегі шымырлады. Менің бөлмем ана жақта еді. Арман үнсіз 213 нөмірлі бөлменің орнына барды. Есіп жоқ. Тек қара кие. Айсәуле 214-ші тұрған жаққа өтті. Қабырғада жартылай киіп кеткен тақта ілулі тұр. Оның астында қағаздың жыртылған бөлігі қысылып қалған. Арман оны абайлап суырып алды. Бұл ескі фото. Жартысы киген. Балалар аулада сапқа тұрған. Артында ғимарат. Бұл сол күндер, деді Айсәуле. Арман фотоны шаңнан сүртті. Кимей қалған бөлігінде екі бала қатар тұр. Бірі кішкентай қара шашты ұл. Екіншісі ұзын шашты қыз. Екеуі қол ұстасып тұр. Айсәуле демін тартып қалды. Бұл біз. Арманның қолы диретті. Фотоның төменгі бұрышында маркермен жазу бар. 1273 плюс 1274. Асырап алу тізімі. Айсәуле еденге отыра кетті. Асырап алу? Бізді бір отбасы бірге алмақ болған, деді Арман баяу. Бірақ неге бөлек жіберді? Арман фотоның арт жағын аударды. Артында мөр басылған. Копия. Ішкі ауыстыру. Төменде директордың қолы. С. Қалиев. Сол сәтте ғимарат ішінде бір дыбыс шықты. Темір сықырлағандай. Екеуі селгетті. Бізден басқа біреу бар, деді Арман сыбырлап. Дәліздің ар жағынан көлеңке жылжыды. Арман фотоны қалтасына салып алға жүрді. Кім бар? Жауап жоқ. Бірақ аяқ дыбысы естілді. Арман жүгірді. Айсәуле артынан. Бұрыштан бұрылғанда есік тарс жабылды. Сыртқа шығатын артқы есік. Олар жүгіріп шыққанда алыстан қара көлік жылдам кетіп бара жатты. Нөмірін көре алмады. Бізді аңдып жүр, деді Айсәуле демігіп. Арман ашулы еді. Және фотоның жойылмағанын білмеген. Олар қайта ішке кірді. Тағы бір нәрсе бар, деді Айсәуле. Қабырғадағы күйенің астында металл шкафтың есігі көрініп тұр. Құлып киіп кеткен. Арман тартып ашты. Ішінде су тиген, бірақ сақталған папка. Ішінде бірнеше құжат. Бірі келісімшарт көшірмесі. Балаларды шетелдік қорға уақытша беру. Төменде 1273 және 1274 нөмірлері қатар жазылған. Шетелге ме, деді Айсәуле сыбырлап. Бізді сатпақ болған, деді Арман тістеніп. Құжаттың соңында тағы бір ұйым атауы бар. Қамқоршы серіктес. Bright Future Foundation. Айсәуле телефоннан тез қарап шықты. Бұл қор бірнеше жыл бұрын жабылған. Қаржылық заңбұзушылығы үшін. Арман қабырғаға жұдырықпен ұрды. Демек өрт жай апат емес. Біреу құжаттарды жасыру үшін істеген. Сол сәтте Айсәуленің есіне бір нәрсе түсті. Мен есіме түсірдім, деді ол баяу. Өртке дейін мені бір бөлмеге шақырған. Жаңа өмір бастайсың деген. Бірақ мен жылап бармай қойғанмын.
Арман көзін кең ашты. Ал мені сол күні директор бөлек сөйлесуге шақырды. Екеуі үнсіз қалды. Егер біз бірге кеткенде, деді Айсәуле. Біз қазір басқа елде болар едік, деді Арман. Кенеттен Арманның телефонына тағы хабарлама келді. Бұл жолы видео. Ол ашты. Видеода дәл сол ғимараттың алдында тұрған екеуі. Бірнеше минут бұрын түсірілген. Бұрыштан жасырын. Төменде жазу. Кей есіктерді ашпаған дұрыс. Айсәуле өңі қашып. Олар бізді қазір бақылап отыр. Арман жан-жағына қарады. Бос ғимарат. Бірақ біреудің көзі сезіледі. Бұл тек бастамасы, деді ол қатты. Бізге көмектесетін біреу керек. Кім? Арман ойланып. Бұрынғы тәрбиеші. Ол бәрін біледі. Бірақ қорқады. Айсәуле фотоны қайта қарады. Екі кішкентай бала қол ұстасып тұр. Ол сыбырлады. Бізді бөлгендер, қазір қайта кездестіргенімізге өкінетін болады. Ғимараттың бос дәлізінде олардың қадамдары жаңғырып тұрды. Ал біреу алыстан қарап тұрғанын олар әлі білмеді. Алматыға оралған бойда Арман бір ғана шешім қабылдады. Бүгін тәрбиешімен сөйлесеміз. Қазір. Айсәуле қарсы болмады. Шымкенттегі ғимаратта болғаннан кейін екеуі де түсінді. Уақыт олардың жағында емес. Тәрбиеші Гүлмира апай қаланың шетінде ескі 5 қабатты үйде тұрады екен. Есікті ашқанда оның жүзі тіпті солғындап кеткен. Сендер барғансыңдар ғой, деді ол бірден. Ғимаратқа. Екеуі үндемей кірді. Кішкентай қонақ бөлме. Ескі диван. Терезе пердесі жартылай жабық. Апай, деді Айсәуле тік қарап. Бізді асырап алмақ болған ба? Гүлмира апайдың қолындағы кесе дірілдеді. Сендер ол тізімді көрдіңдер ме? Иә, деді Арман. 1273 пен 1274 бірге тұр. Ұзақ үнсіздік. Сосын әйел күрсінді. Иә. Бір отбасы сендерді бірге алмақ болды. Бірақ ол отбасы шетелдік делдал арқылы келген. Заңдымайды, деді Айсәуле. Қағаз жүзінде иә, шын мәнінде жоқ. Арман алға еңкейді. Бізді сатпақ болған ба? Гүлмира апай көзін жұмды. Ол кезде директордың артында үлкен адамдар тұрды. Құжаттар өзгертілді. Кей балалардың аты жөні ауыстырылды. Кейбірі мүлде үсті-түссіз кетті. Айсәуле сыбырлады. Өртші? Әйелдің даусы бәсеңдеді. Өрттен бір апта бұрын тексеріс болатыны белгілі болды. Қаржы, асырап алу келісімдері тексерілмегеді. Бірақ тексеріс келмеді. Себебі өрт болды. Үй ішіндегі ауа салқындап кеткендей. Өрт әдейі қойылды ма? Деді Арман. Мен тікелей көрген жоқпын, деді апай. Бірақ сол түні директор ғимаратта болмау керек еді. Ал ол болды. Айсәуле мен Арман бір-біріне қарады. Қалиев, деді Арман. Иә, деді апай сыбырлап. Ол қазір үлкен адам. Қолында билік бар. Сол сәтте есік сыртынан тарс еткен дыбыс шықты. Үшеуі бірдей селк етті. Біреу келді, деді Айсәуле. Гүлмира апайдың өңі қашты. Мен ешкімді күтпедім. Есік қоңырауы қатты соғылды. Бір емес, 2 рет. Арман орнынан тұрды. Ашпаңыз, деді ол. Бірақ сырттан ер адамның даусы естілді. Газ қызметі, тексеру. Гүлмира апай сыбырлады. Мен шақырмадым. Арман есікке жақындап көз тесігінен қарады. 2 ер адам, формада. Бірақ көлік жоқ. Айсәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қоңырау қайта соғылды. Бұл жолы қаттырақ. Ашпасаңыз бұзып кіреміз, деген дауыс шықты. Арман тез шешім қабылдады. Артқы балкон бар ма? Иә, Асиде, деді апай. Құжаттар бар ма сізде? Көшірме, дәлел. Гүлмира апай шкафқа жүгіріп барып, кішкентай флешка алып шықты. Мұнда балаладың шын тізімі бар. Нағыз аты жөні, ақша аударымдары. Арман флешканы алды. Дәл сол сәтте есік тарс ашылды. Темір сынған дыбыс. Қашындар, деді Арман. Үшеуі ас үйге жүгірді. Балкон ескі, бірақ төменде шатыры бар дүкен. Арман бірінші секірді. Сосын Айсәуле. Соңынан Гүлмира апай. Жоғардан айқай естілді. Тоқтаңдар! Бірақ олар жүгіріп кетті. Бірнеше кварталдан кейін ғана тоқтады. Гүлмира апай демігіп тұр.
Олар мені үнсіз қалдырғысы келді. Арман телефонын ашты. Жаңалықтар лентасында жаңа хабар шыққан. Белгілі кәсіпкер Серік Қалиевтің қайырымдылық қоры балаларға арналған жаңа орталық ашады. Айсәуле экранға қарап қалды. Қор атауы Қамқор балашақ қоры. Қайырымдылық па? Деді ол ащы күлкімен. Арман тістенді. Ақшаны жасырудың ең оңай жолы. Гүлмир апай сыбырлады. Сендер енді жай куәгер емессіңдер, сендер дәлелсіңдер. Арман флешканы қатты қысты. Енді бізде қару бар. Сол сәтте оның телефоны тағы дір етті. Хабарлама. Келесі жолы балкон болмайды. Айсәуле экранға қарап, бойынан суық өтті. Бұл енді жай өткеннің құпиясы емес еді. Бұл тірі, қауіпті адамдармен соғыс. Арман баяу айтты. Біз енді кері шегінбейміз, қала шуылдап тұр. Кәдімгі өмір жалғасып жатқандай. Бірақ үш адамның өмірі дәл осы сәттен бастап мүлде басқа арнаға бұрылды. Түн. Арман мен Айсәуле қаланың шетінде шағын қонақ үйге тоқтады. Гүлмир апайды қауіпсіз жерге, туысының үйіне жіберді. Бөлмеде жарық әлсіз, үстелде ноутбук. Арман флешканы қолында айналдырып отыр. Егер мұнда расымен бәрі болса, деді Айсәуле баяу. Онда біз жай ғана куәгер емеспіз, деді Арман. Біз бәлелміз. Флешка ноутбукке салынды. Экранда бір ғана папка ашылды. Ішкі тізім 2008-ден 2010-ға дейін. Айсәуле демін ішіне тартты. Файл ашылды. Кесте. Бағандар. Нөмір. Ресми аты. Шын аты. Тағбір коды. Төлем статусы. Арман экранға еңкейіп. 1273. Жол табылды. 1273. Арман Мұратов. Аян Серікұлы Қасымов. Код BF2. Төлем күтілуде. Айсәуле қатып қалды. Сен Серікұлы? Арманның көзі өзгерді. Менің әкемнің аты ешқашан айтылмаған. Серік, деді Айсәуле баяу. Қалиевтің аты да Серік. Екеуі үнсіз қалды. Айсәуле іздеу жолағына 1274 деп жазды. Экранда жаңа жол шықты. 1274. Айсәуле Әлиева. Айна Серікқызы Қасымова. Код BF2. Төлем күтілуде. Айсәуле ноутбукке қарап отыра берді. Серікқызы? Оның даусы шықпай қалды. Арман сыбырлады. Біз бір әкеденбіз бе? Бөлмедегі ауа тарылып кеткендей. Бірақ бұл мүмкін емес, деді Айсәуле. Менің анам туралы еш дерек жоқ. Арман қайта кестеге үңілді. Код BF2. Бұл код нені білдіреді? Айсәуле папканың ішінде тағы бір файл барын байқады. BF келісімшарты. Ашылды. BF Bright Future Foundation. BF2. Демек, бір пакетпен екі бала, деді Арман. Айсәуле даусы дірілдеп. Бізді бірге сатпақ болған. Бір әке атымен. Арман басын шайқады. Жоқ, бұл басқа нәрсе. Ол төмен қарай сырғытты. Қосымша ескерту бөлімі бар. Серікұлы / Серікқызы биологиялық байланыс емес. Қорғау үшін уақытша енгізілген. Айсәуле көзін жұмды. Қорғау? Яғни біз оның балалары емеспіз, деді Арман. Бірақ біреу бізді солай көрсеткісі келген. Неге? Арман терең дем алды. Мүмкін біз бір нәрсені көргенбіз. Сол сәтте Айсәуленің есіне бір көрініс түсті. Түн, кабинет, директордың үстелі, 2 папка, ақша салынған конверт. Мен, деді ол баяу. Бір рет директордың бөлмесіне кіріп кеткенмін. Бір ер адаммен сөйлесіп тұрған. Мен есік алдында тұрдым. Кімді көрдің? Айсәуле көзін ашты. Бетін толық көрмедім, бірақ костюм киген. Сағатында ерекше белгі бар еді. Арман тез телефоннан сурет ашты. Серік Қалиевтің жаңалықтағы фотосы. Осы ма? Айсәуле экранға қарады. Жүрегі тоқтап қала жаздады. Иә, үнсіздік. Демек, ол сол кезде де араласқан, деді Арман. Ал біз куә болғанбыз. Айсәуле сыбырлады. Сондықтан бізді бөлек тіркеді, бақылауда ұстау үшін. Арман тістеніп. Ал тексеріс келерде ізді жасыру үшін өрт қойды. Кенеттен ноутбук экраны жыпылықтап, файлдар өздігінен жабыла бастады. Не болды? Деді Айсәуле.
Экранда жаңа терезе шықты. Қол жеткізу тоқтатылды. Сосын тағы бір жол. 1273 және 1274 белсенді. Арман орнынан атып тұрды. Біреу флешканы қашықтан бақылап отыр. Экран қара болып, тек бір ғана жазу қалды. Сендер тым жақынсыңдар. Бөлмедегі жарық бір сәтке өшіп, қайта жанды. Айсәуле сыбырлады. Бізді тауып алды ма? Арман терезеге жүгіріп барып, төменде қарады. Қонақүй алдында қара көлік тұр. Ішінде біреу отыр. Қозғалмай. Иә, деді ол баяу. Тауып алды. Айсәуле жүрегін ұстап. Енді не істейміз? Арман флешканы суырып алып, қалтасына салды. Енді біз жасырынбаймыз. Сонда? Арман оның көзіне тіке қарады. Біз оларды әшкерелейміз. Ашық. Айсәуле алғаш рет қорқыныштан гөрі ашуды сезді. Егер олар бізді жоюға тырысса ше? Арман баяу айтты. Онда олар бір қателеп жіберген. Қандай? Бізді тірі қалдырған. Төмендегі қара көліктің есігі ашылды. Ішінен біреу шықты. Қонағы есігіне қарай бет алды. Айсәуле мен Арман бір-біріне қарады. Бұл ойын енді ашық соғысқа айналып бара жатты. Қонағы дәлізінде аяқ дыбысы жақындап келе жатты. Арман жарықты өшірді. Терезе арқылы шығамыз, деді ол сыбырлап. 4-ші қабат қой, деді Айсәуле. Өрт сатысы бар. Есік тұтқасы қозғалды. Біреу кілтпен ашуға тырысып жатыр. Арман Айсәулені балконға шығарды. Темір өрт сатысы шынымен бар екен. Төменге түсіп үлгерген сәтте бөлме есігі тарс ашылды. Екеуі артына қарамады. Таңға жуық олар қала ортасындағы шағын кофеханада отырды. Ұйқы жоқ, қорқыныш жоқ, тек ашу. Бізге журналист керек, деді Айсәуле. Сенімді адам, деді Арман. Айсәуле телефоннан іздей бастады. Бір есім көзге түсті. Тергеу материалдарымен танымал журналист, Данияр Төлеген. Ол бірнеше жыл бұрын балалар үйіндегі заңсыздық туралы шағын мақала жазған екен. Осы адам, деді Айсәуле. Кездесейік. Кеште олар Даниярмен шағын кеңседе кездесті. Орта жастағы, сабырлы көзқарасты адам. Сендер айтып отырған нәрсе ауыр айып, деді ол флешканы тыңдап болған соң. Қалиевтің аты үлкен. Дәлелсіз шықсам, мені де, сендерді де жаншып тастайды. Арман қысқа жауап берді. Бізде тізім бар, аударымдар бар, куәгер бар. Куәгер тірі ме? Деді журналистке. Айсәуле мен Арман бір-біріне қарады. Иә, деді Айсәуле. Гүлмира апай. Данияр басын изеді. Онда бәрін бірден жарияламаймыз. Алдымен көшірме жасаймыз. Бірнеше арнаға таратамыз. Егер біреуімізге бірдене болса, материал автоматты түрде шығады. Арман алғаш рет жеңіл тыныстады. Яғни бізде сақтандыру бар? Иә, деді журналист. Бірақ сендер дайын болыңдар. Бұл адамдар таза ойнамайды. Сол түні Айсәуле Гүлмира апайға хабарласты. Телефон өшірулі. Мүмкін ұйықтап қалған шығар, деді Арман. Бірақ Айсәуленің ішін бір жаман сезім қысты. Ол тағы қоңырау шалды. Жауап жоқ. Сол сәтте Даниярдың телефонына хабарлама келді. Ол экран қарап, қабағы түйілді. Не болды? Деді Арман. Журналист баяу айтты. Қалиев ертең баспасөз конференциясын өткізеді. Қандай тақырыпта? Деді Айсәуле. Балаларды қорғау және қайырымдылық бастамалары. Арман ащы күлді. Классика. Данияр күрсінді. Бұл қарсы соққы. Сендер қозғалғаннан кейін ол имиджін күшейткісі келеді. Дәл сол сәтте Айсәуленің телефоны шыр етті. Бейтаныс нөмір. Алло? Таныс, бірақ суық дауыс. Сендер журналистке барғансыңдар? Айсәуле үндемеді. Куәгерлер ұзақ өмір сүрмейді, деді дауыс. Теледидарды қос. Қоңырау үзіліп кетті. Арман дереу жаңалық арнасын қосты. Жүрек тоқтап қалғандай болды. Экранда жедел жаңалық. Қала шетінде әйел адам жол апатына түсті. Жағдайы ауыр. Кадрда Гүлмира апайдың сөмкесі. Айсәуле орнынан тұра алмай қалды. Жоқ, деді ол сыбырлап. Арман жұдырығын түйді. Бұл ескерту. Данияр телевизорды өшірді. Уақыт бітті.
Ертең таңертең материалдың алғашқы бөлігін шығарамыз. Куәгерсіз бе? Деді Айсәуле. Бізде құжат бар, деді журналист. Бірақ тез әрекет ету керек. Арманның телефоны тағы жанды. Бұл жолы видео. Гүлмира апай аурухана төсегінде. Ес-түссіз. Төменде жазу. Келесі нөмір 1273. Айсәуле Арманға қарады. Оның көзінде қорқыныш жоқ еді. Тек шешім. Олар қателесті, деді ол баяу. Енді бұл тек өткен үшін емес. Не үшін? Деді Айсәуле. Арман тістеніп айтты. Енді бұл соғыс. Түн ауырлап тұр. Ал ертең біреу бірінші қадам жасайды. Сұрақ. Кім бірінші құлайды? Таң. Қала орталығындағы үлкен конференц-зал адамға толы. Камералар, журналистер, күзетшілер. Сахнада баннер ілулі. Балалар біздің болашағымыз. Микрофон алдында Серік Қалиев. Таза костюм, сенімді күлкі. Біздің қорымыз әрқашан ашықтық пен адалдықты ұстанады, деді ол залға қарап. Артқы қатарда Арман, Айсәуле және Данияр отыр. Бәрі дайын, деді журналист сыбырлап. Материал автоматты жариялауға қойылды. Егер бізге бірдеңе болса, бәрі шығады. Айсәуле қолын қысты. Бүгін аяқталсын. Қалиев сөзін жалғастырып жатты. Біз жыл сайын ондаған балаға жаңа өмір сыйлаймыз. Сол сәтте залдың арт жағында қозғалыс болды. Есіктен 2 полиция қызметкері кірді. Зал іші сыбыр-сыбыр. Арман демін ішіне тартты. Біз шақырған жоқпыз. Полицейлер сахнаға жақындады. Бірақ олар Қалиевке емес, микрофонға бет алды. Құрметті қатысушылар, деді біреуі. Бізде қосымша мәлімдеме бар. Зал тына қалды. Сол сәтте есік қайта ашылды. Ішке мүгедектер арбасындағы адам кірді. Айсәуле орнынан атып тұрды. Гүлмира апай. Я, ол тірі. Басы таңылған, бірақ көзі ояу. Данияр сыбырлады. Мен түнде дәрігермен сөйлестім. Бұл апат емес екені анық. Гүлмира апай микрофонға жақындады. Қалиевтің жүзі алғаш рет өзгерді. Бұл не дегеніңіз? Деді ол ашулы. Полиция қызметкері қысқа жауап берді. Азаматтық мәлімдеме. Гүлмира апайдың дауысы әлсіз, бірақ анық шықты. 2010 жылғы өрт. Кездейсоқ емес. Құжаттар жойылу үшін қойылды. Кей балалар заңсыз сатылмақ болды. Залда шу басталды. Қалиев микрофонға ұмтылды. Бұл жала, деді ол қатқыл. Дәл сол сәтте экранға үлкен проекция қосылды. Данияр ноутбукты іске қосты. Экранда кесте пайда болды. 1273. Аян Серікұлы Қасымов. 1274. Айна Серікқызы Қасымова. Код BF2. Зал гу етті. Бұл не? Деді бір журналист. Арман орнынан тұрды. Бұл біз, деді ол қатты дауыспен. Бізді бірге сатпақ болған. Айсәуле де алға шықты. Біз тіріміз, біз куәміз. Қалиевтің жүзі сұрланып кетті. Бұл жалған, қолдан жасалған файл. Данияр микрофон алды. Бізде банк аударымдарының көшірмесі бар. Bright Future Foundation арқылы. Қаржы тікелей делдалдарға кеткен. Залда камералар жарқылдай бастады. Полиция қызметкерлерінің бірі Қалиевке жақындады. Сізді тергеу аясында бөлімшеге шақырамыз. Қалиев ашуға булығып. Сендер кіммен ойнап тұрғандарыңды білмейсіңдер? Арман оның көзіне тіке қарады. Біз бұрын білмейтінбіз, енді білеміз. Қалиевті залдан шығарып бара жатқанда ол бір сәт Арман мен Айсәулеге қарап тоқтады. Көзқарасы суық. Бұл бітті деп ойламаңдар, деді ол жай ғана. Бірақ бұл жолы оның сөзінде бұрынғыдай сенім жоқ еді. Баспасөз конференциясы хаосқа айналды. Журналистер Гүлмира апайды қоршап алды. Тағы қанша бала бар? Басқа есімдер бар ма? Айсәуле экранға қарап тұрды. 1273 пен 1274 қатар тұр. Бірақ енді бұл нөмір емес. Бұл тірі адамдар. Арман оған бұрылды. Біз тірі қалдық. Айсәуле баяу басын изеді. Бірақ қалғандар ше? Данияр жақындады. Бұл тек бастамасы. Тергеу ашылады. Бірақ қарсы соққы болады.
Сол сәтте Айсәуленің телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Тек бір ғана сөйлем. Сендердің шын ата-аналарыңды білгілерің келе ме? Айсәуле экранды Арманға көрсетті. Оның жүзі қатайып кетті. Олар әлі де ойнап жатыр, деді ол. Немесе, деді Айсәуле баяу. Біз білмейтін бір шындық бар. Залдың сыртында жаңбыр жауа бастады. Қалиев полиция көлігіне отырғызылды. Камералар жарқылдайды. Бірақ соғыс әлі толық аяқталмаған еді. Ең соңғы құпия, олардың өздері туралы шындық. Баспасөз конференциясынан кейін қала екіге бөлінді. Бірі Қалиевті қолдады, бірі шындықты талап етті. Бірақ Айсәуле мен Арман үшін ең ауыр сұрақ басқа еді. Телефондағы хабарлама. Сендердің шын ата-аналарыңды білгілерің келе ме? Арман бірден жауап жазды. Айт. Бірнеше минут үнсіздік. Сосын мекенжай келді. Қала шетіндегі ескі архив ғимараты. Кешкісін олар сол жерге барды. Ғимарат бос. Ішінде тек жарық жанып тұрған бір бөлме. Есікті ашқанда ішінде бір ер адам отыр екен. 50 жас шамасында. Костюм киген. Бірақ Қалиев емес. Келдіңдер ме? Деді ол сабырмен. Мен Ерболмын. Бұрын сол қорда жұмыс істедім. Bright Future Foundation? Деді Айсәуле. Иә, Арман қысқа сөйледі. Неге бізді шақырдың? Ербол үстел үстіне папка қойды. Өйткені сендер шындықтың жартысын ғана білесіңдер. Айсәуле папканы ашты. Ішінде туу туралы анықтамалар. Бірақ әке аты бос. Ана аты жазылған. Айсәуле оқып қатып қалды. Менің анам тірі ме? Ербол басын изеді. Ол сендерді өзі тастамаған. Арман папкасын ашты. Оның анасының аты да көрсетілген. Екеуімнің аналарың бір ауруханада босанған, деді Ербол. Әкелерің белгісіз деп тіркелген. Бірақ бұл өтірік. Айсәуле сыбырлады. Онда неге біз жетімдер үйіне түстік? Ербол ауыр дем алды. 2008 жылы қалада заңсыз жаңа туған балаларды делдалдықпен беру схемасы жүрген. Жас, жағдайы төмен аналарға қысым жасалған. Кейбіріне балаң өлді деп айтылған. Айсәуле орындыққа отыра кетті. Маған солай айтты ма? Сенің анаңа баласы шетінеп кетті деген жалған анықтама берілген, деді Ербол. Арманның даусы қатты шықты. Ал менше? Сенің анаң босанғаннан кейін құжаттарға қол қойдырған. Оған уақытша бас тарту деп түсіндірген. Үнсіздік. Ербол сөзін жалғастырды. Сендер жай сатылатын балалар емес едіңдер. Біреу сендерді арнайы таңдады. Кім? Деді Арман. Ербол тік қарап. Қалиев емес. Бөлмедегі ауа ауырлап кетті. Онда кім? Деді Айсәуле. Ербол баяу айтты. Сол кездегі қалалық денсаулық басқармасының басшысы. Ол қазір шетелде. Өрт тек жетімдер үйін емес, бүкіл схеманы жабу үшін қойылған. Арман тістеніп. Біз неге бірге тіркелдік? Ербол жауап берді. Себебі сендер бір палатадан алынғансыңдар. Бір күнде. Бір партия. Айсәуле көз жасын ұстай алмады. Біз бір-бірімізге туыс емеспіз бе? Жоқ, деді Ербол. Бірақ тағдырласыңдар. Сол сәтте сырттан сирена дыбысы естілді. Ербол орнынан тұрды. Мен бүгін бәрін прокуратураға бердім. Мен де үнсіз қалғым келмеді. Арман тік қарап. Неге дәл қазір? Ербол ауыр жымиды. Өйткені сендер тірі қалдыңдар. Және қорықпадыңдар. Есік ашылып, полиция қызметкерлері кірді. Ербол Сәрсенов? Иә, мен өз еркіммен келдім. Оны алып кетті. Айсәуле мен Арман үнсіз қалды. Үстелде оладым шын туу туралы құжаттар жатты. Бірнеше ай өтті. Тергеу кеңейді. Басқа есімдер шықты. Шетелдегі шенеунікке халықаралық іздеу жарияланды. Қалиевтің ісі сотқа жетті. Гүлмира апай куәлік берді. Данияр мақалалар сериясын жариялады. Ал Айсәуле мен Арман? Олар сол пәтерге қайта оралды. Бір кезде бейтаныс болған үй енді басқаша сезілді. Асиде үнсіз отырып Айсәуле терезеге қарады. Біз жетім емеспіз екен, деді ол баяу. Арман жымиып. Жоқ, біз тірі қалғандармыз. Енді не істейміз? Арман ойланып. Біз сияқты балаларға көмектесеміз. Құжаттарын тексереміз.
шындықты іздейміз. Айсәуле басын изеді. 1273 және 1274 деп атаймыз ба қорды? Арман күлді. Жоқ, енді біз нөмір емеспіз. Ол қолын созды. Айсәуле оның қолын ұстады. Бір кездері өрт түтіннің арасынан айқайлаған екі бала енді өз дауыстарын тапқан еді. Бұл оқиға оларды туысқымады, бірақ оларды отбас етті. Ал ең бастысы, шындық тірі қалды. Соңы.